Абайдың 45-ші қара сөзі. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уа һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалат, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалатке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалат, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалат, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол хақи. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп. Біздің қазақтар Бийскідегі, Кузнецкідегі қалмақтарды білеуд дейді. Менің ойым осы, білеуд, бруд, бір сөзден шыққан деймін, ода қырғыздың нәсілі болмағы тан емес. Ол татарлар орысшыл, аңшыл, не болса соны киіп, не табылса соны ішіп жеп жүрген бір тұрпайы халық екен. Олардың орны Енесей, Аңқара суының бас жағында болыпты. Солардан аңшылар жыл жүріп, 2 жыл жүріп қайтатұғын әдеттері бар екен. Сол аңшылардың естіген, көрген хабарменен бұрын көрмеген жерге болмаған мақтау айтылатұғын әдетіменен қысы аз, жазы көп дегенге, әуелден өздері жер шаруасын қылмай, мал сақтаушы халық болған соң, мал сақтауға жақсы жерге барамыз деп, бұл жаққа қарай неше мәртебе халқы шығыпты. Соның бірі біздің қазақ екен. Қай жерменен келгендігі, қанша жылда келгендігі мағлұм емес. Әйтеуір, Алатаудың бөктеріне келіп мекендеп тоқтапты. Арғы жер бұрыннан ұйғыр нәсілді халықтың орнығып, иеленген жері болып, онан әрі бара алмапты. Ол ұйғыр халқының ханы өзіне қараған халыққа есептеп жүріпті. Бұлар қарадық десе де, ішінен дұшпан болып жүріпті. Әуелден өзін өзі билеп, азаттықпен жүрген халық, біратола біреуге бағынбақты ауыр көріпті. Түбінде оларда моңғол нәсілді болса да, бұларға жат көрініпті. Сол уақыттарда Арабтан бұл Орта Азияға дін исламды үйретушілер көп әскермен келіп, халықты жаңа дінге қаратып жүргендерінде Құтайба атты кісі Қашқарға шейін келіп, халықты исламға көндіргенде, бұлар да мұсылман болдық депті. Сөйтсе де, бұрыннан бақсы балгерге инанып, отқа, шыраққа табынатын әдеттерімен исламға тез түсініп кете алмапты. Ол кезде Шалапұла хат таныған кісісі болса, оны абыз дейді екен. Ол абыз, демек әуелде шаман діндегілердің өз молдасына қоятын ат екен. Дүниеде не нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол нәрсені Құдай қылыптыр депті. Тұтынатұғын әдеттерінің сарқынын бізде кей жерде көргеніміз бар. Келін түскенде үлкен үйдің отына май құйып, от ана, май ана, жарлықа дегізіп, бас ұрғызған секілді, өлген аруаққа арнадық деп шырақ жаққан секілді. Жазғытұрым әуел бұлт күркірегенде, қатындар шөмішімен үйдің сыртынан ұрып, сүт көп, көмір аз деген секілді. Бұған ұқсаған ырымдар көп еді. Құдайға шүкір, бұл күнде жоғалып бара жатқанға ұқсайды. Сол арабтар көшпелі халықтарды хибай деп, Хузағи деп атапты. Хибай дегені киіз шатырмен жүруші деген екен. Хузағи дегені өз жұртында, және Хузағи деген көшпелі халқы бар екен, соған ұқсатып айтқан екен. Сол уақытның бір ханы көшіп келе жатқанда бұлардың тіркеулі түйесін көріп, міне мыналар шынымен қазақ екен депті, әдейі қайтқан қазға ұқсайды-ақ екен деп. Сонымен бұлар өзін өзі де, өзге жұрттар да қазақ атап кетіпті, бұрын өздерін ұлыс дейді екен де, жүре береді екен. Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзі, оның қара сөздері ішіндегі ең көлемділерінің бірі. Әрі тарихи танымдық, діни философиялық және этнографиялық сипатқа бай шығармасы. Бұл сөзінде Абай өзінің өмір бойы жинаған дүние танымын, сопылық, философиялық, тарихи көзқарастарын және өз халқының тегіне, танымына, рухани дамуына деген көзқарасын кеңінен баяндайды. Абай қара сөзін Құдайдың бар екендігіне сенім жайынан бастайды. Ол адамзат баласының сан ғасырлар бойы әртүрлі дінді ұстанғанымен, бәрінің ортақ бір сенімі, бір жаратушының бар екендігі екенін айтады. Бұл адам санасының, руханиятының тұтас бағытта дамығанын көрсететін үстем дәлел. Осылайша Абай діни плюрализм ұғымын көтереді. Діндер әртүрлі болғанымен, барлығының негізінде махаббат пен әділет жатыр деп түйіндейді. Ол Құдайдың сипаттарын махаббат, ғадалат, сезім арқылы тануға болады деп есептейді. Бұл таным тәсілі
рационалдықтан гөрі жүректің түйсігіне, интуицияға жақын сопылық көзқарас. Абай адам баласын жаратушының көлеңкесіне қарап танып білуші бейшара пенде деп сипаттайды. Бұл адамның шектеулі табиғаты мен болмысын көрсету. Біз жаратылғанбыз, сондықтан өздігінен ештеңе жарата алмаймыз, тек барды көріп, біліп, түйсініп қабылдаймыз. Яғни, адам дүниені сезу мен түсіну жолында үздіксіз ізденуші. Бұл жерде Абайдың таным философиясы сенсуализм мен рационализмнің үйлесімі, сезім мен ақыл қатар жүреді. Абай махаббат пен әділетті адамшылықтың іргетасы деп көрсетеді. Оларсыз адам қоғамы өмір сүре алмайды. Бұл қасиеттер кімде көп болса, сол адам нағыз ғалым, ақыл иесі болмақ. Мұнда Абайдың мораль философиясы мен таным ілімі бір-бірімен сабақтас. Ол ғалымды тек білім жинаған адам емес, махаббат пен әділетке жақын адам ретінде сипаттайды. Келесі бөлімде Абай этнографиялық және тарихи сипаттағы шежіре баяндайды. Ол қазақ халқының түп төркінін, арғы тегін, көшіп-қонуын, тіпті атауымыздың қазақ болып қалыптасуына дейінгі оқиғаларды айтып береді. Бұл жерде автор халықтың генеалогиясын нақты дәлелдерге сүйенбей, аңыз, естелік, ауызша тарих арқылы баяндайды. Дегенмен мұндағы мақсат ғылыми дәлдік емес, халықтың болмысын түсіну. Абай білеуд, бұрут деген сөздерден шығып, қазақтар да сол аңшылықпен жүрген тұрпайы жұрттан тарауы мүмкін деген болжам жасайды. Бұл Абайдың өз заманына тән ұлттың шығу тегіне қызығушылығы мен өзіндік теориясы. Ол қазақтардың Алатауға келіп орныққанын, бұрынғы мекені ұйғыр елі болғанын айтады. Одан әрі Абай ислам діні қазақ арасына қалай енді дегенге тоқталады. Құтайба ибн Муслим бастаған арабтардың Орта Азияға исламды таратуымен қазақтардың да мұсылман болғанын айта келе, олардың исламды бірден толық түсіне қоймағанын, шамандық, бақсылық, отқа табыну, ырым сенімдер сияқты ескі нанымдардың сақталып қалғанын нақты мысалдармен дәлелдейді. Бұл жерде Абай діни сыншыл көзқарасын білдіреді, яғни ол діннің сыртқы көрінісін емес, оның рухани мәніне, тереңіне бойлауға шақырады. Абай келтірген ырымдар, отана, маяна, сүт көп, көмір аз, шырақ жағу, сүт пісіру секілді дәстүрлердің бәрі исламға дейінгі наным сенімнің сарқыншағы. Ол мұндай салттардың біртіндеп жоғалып бара жатқанын құптап, бұл қоғамның дінге шынайы бет бұрғанның белгісі екенін меңзейді. Соңында Абай қазақ атауы қайдан шықты деген сұраққа аңызға негізделген жауап ұсынады. Бір хан тіркеулі түйесімен көшіп бара жатқан халықты көріп, олардың жүрісі қазға ұқсайтынын айтып, міне мыналар шынымен қазақ екен деген сөзінен қазақ атауы шыққан деген пікірді келтіреді. Бұл фольклорлық этимология, яғни сөздің шығуын ел аузындағы аңыздан тарату. Абай бұл қара сөзінде дүниетанымдық кеңістігін түгел қамтиды. Жаратылыс пен жаратушы, дін мен сенім, халықтың тегі мен ділі, рухани сана мен таным деңгейі, адамшылық пен махаббат бәрін сабақтастыра отырып, терең ой тастайды. Ол адамның болмысы мен ұлттың болашағын таным арқылы өркендетуді ұсынады. Қорытқанда 45 қара сөз Абайдың барша адамзатқа ортақ моральдық, философиялық, діни және тарихи көзқарасының жиынтығы. Бұл ұлттың рухани жадын жаңғыртып, әр қазаққа ой салатын рухани мұра.